Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін каналымда бауырдан котлет жасаймыз. Видеоны көрместен бұрын қоңыраушаны басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бауырдан котлет жасау үшін бірінші бауыр қажет, сиырдікі, менде жұмыртқа, сүт, пияз және ұн қажет. Бірінші бауырды алып, блендердан, яғни немесе мясорубкадан өткізіп аламыз. Мінекей бізде дайын, енді осыны айландырып аламыз. Ыдысымызға салып, оның үстіне кезекпен пиязымызды айландырып немесе мясорубкадан өткізіп, сүтімізді, жұмыртқамызды қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Ең соңына таман ұнымызды қосып араластырып, және тұзды ұмытпай саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сізде қою не сұйық масса болмау қажет. Мінекей бізде осындай масса шықты. Енді газға майымызды қойып, майға қуырып аламыз. Негізі духовкаға жасасаңыздар да болады, бірақ майға қуырған өте дәмдірек болып шығады. Кішкенеден қана алып, жұқалау етіп, қызып тұрған майға салып қуырып аламыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Менің каналымда басқа да видео рецепттер, оңай рецепттер өте көп. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы.